Достар, қазір мен сіздердің өмірлеріңізді 3 сағатқа қысқартам. Обложканы CapCut приложениесімен небәрі 3 минутта жасау жолы. Сіздердің көп уақыттарыңызды созбай, мен есімім Санат, сіздің YouTube тәлімгеріңізбін, ендеше бірден баста. Алдымен сізге обложканың фотосы керек. Мені фотоға түсіріңізші. Өзіміздің фотомызды түсірдік. Енді Google-ға кіреміз. Ол жерден Remove BG деген сайтқа кіреміз. Remove Background деген ғой. Кіргеннен кейін жаңағы түсірген фотомызды жүктейміз. Бірнеше секунд күтеміз және жасанды интеллект бізге осындай PNG форматта фото шығарып береді. Бұл фотоны жүктейміз. Жүктеп алдық. Келесі керегі бізге фон. Кез келген өзіңізге ұнайтын фонды интернеттен жүктеп алыңыз. Енді бізге керегі шрифт. Мен сіздерге Arial Bold деген шрифтті ұсынам, өйткені ол жерде қазақ тілінде керемет қаріптер жазылады. Бұл шрифтті бір-ақ рет жүктейсіз, кейін ол сіздің CapCut бағдарламасында сақталып қалады. Енді CapCut-ға кіреміз. Жаңағы фонымызды таңдап аламыз. Форматта 16:9-ды белгілейміз, өйткені біз YouTube форматты жүктегелі жатырмыз. Мынаны барлық экранға созамыз. Енді жаңағы біздің файлымызды кіреміз. Үлкейтіп қоямыз. Мінеки, енді бізге керегі не? Ол CapCut-тың логотипі. Мына жерге CapCut-тың логотипін тағы да Remove Background арқылы PNG форматына ауыстырамыз. Оны жүктеп аламыз. Кескінді сақтау. Және тағы да Add Overlay. Менікі енді ағылшынша, сіздерде орысша болса, онда астында осындай добавить наложение ма, сондай бір нәрсе болу керек. Фотоға кіріп, CapCut-тың значогын осылай қойып қоямыз. Бұдан кейін бізге не керек? Бұдан кейін әрине шрифт керек. Бағана мен сіздерге айттым, Arial Bold деген шрифтті жүктеп алыңыздар деп. Соны жүктеген болсаңыздар, мына жерге текст деп кіреміз. Мына жерге Add Text. Мен обложканың тақырыбын бұлай қоям. Енді бізге шрифтті таңдау керек. Ол үшін барлығын белгілейміз. Мына Fonts дегенді басамыз. Add Font. Мына жерде тағы да жүктеу. Міне жаңағы жерден қандай шрифтті жүктеп алдыңыз, сол осы жерде шығып тұрады. Соны басасыз. Міне ашу дейсіз. Болды. Мінеки сіздің шрифтіңіз осы жерде пайда болды. Белгілейміз. Енді бұл жерге не жетіспей тұр? Шрифттің фоны. Тағы да кіреміз. Стиль дегенді басамыз. Background дегенді басамыз. Одан кейін міне аны белгілейміз. Қара түсті бассақ, осылай біздің фонымыз пайда болады. Ал енді оған сәл-пәл кішірейту жұмыстарын жүргізейік. Сәл осылай. Бұрышын осылай қысқарттық, ұзындығын осылай қысқартайық. Жандарын да осылай қысқартайық. Өзімізге сай әдемілеп жасап аламыз. Кейбір сөздерге акцент беру керек. CapCut деген бағдарламан бізге акцент берейік. Өйткені CapCut деген бағдарламаны көп телефондарда қолданады, сондықтан адамдар өзіне таныс сөзді көрсе, ол обложканы, ол видеоны көру ықтималдылығы жоғары болады. Стиль дегенді басамыз да, суретке бір сары CapCut деген сөзді осылай сары түспен белгілеп аламыз. Енді сәл бұл біздің обложкамызды үлкейтсек болады. Міне достар, ешқандай қиындықсыз сіздердің көз алдарыңызда осындай обложканы жасап шығардым. Қиын емес қой, рас, иә? Осы сияқты лайфхактарды білгіңіз келсе, менің арнама тіркеліңіз, және YouTube бойынша сұрақтарыңыз болса, менің жеке консультациям бар. Оған мына нөмірге хабарласу арқылы жазылуға болады. Сондықтан достар, не бастасаңыздар да бірден бастаңыздар, ештеңе де қиын емес.